Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осылай қияр мен сәбізден корей салатын бірге дайындайтын боламыз. Салатымыз өте дәмді болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Қажетті заттарымыз ол балғын қияр, ащы бұрыш, сарымсақ және сәбіз қажет болады. Жуып тазалап алған қиярларымызды орталарынан бөліп, осылай ұзынша етіп форма беріп турап шығатын боламыз. Видеомды толықтай қарамас бұрын арнама жазылып, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Барлық турап алған қиярларымызды осылай салатымызды араластыратын шұңғыл ыдысымызға салып аламыз. Келесі кезекте сәбізімізді үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Дайын болған сәбіздерімізді ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте сарымсағымызды майдалап турап аламыз. Ащы бұрышты да майдалап турап аламыз. Енді майымызды құйып ыдысымызға отқа қоямыз және бір ас қасық паприка саламыз. Аздап қана қуырамыз. Алдын ала турап дайындап қойған ащы бұрышымызды саламыз. Және осылай қызыл бұрышымызды салатын боламыз. Көп қуырудың қажеті жоқ. Қызып тұрған майымызды алдын ала турап алған көкөністеріміздің үстіне салатын боламыз. Дәміне қарай бір шай қасық тұз саламыз. Бір шай қасық қант саламыз. Және соя соусын құятын боламыз. Қолымызбен жақсылап араластырамыз. Міне салатымыз дайын болды. 15-20 минутқа қалдырып қойсаңыздар, тұзы бұрышы керемет болып, дәмді болып сіңеді. Арада уақыт өткенде тәрелкелерге салып ұсына береміз. Өте дәмді болып шығады. Кез келген қою тағамдармен үйлеседі. Қонақтарыңыздың да көңілінен шығатыны сөзсіз және майонезсіз жасалады. Өте жылдам жасалады. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу өте оңай. Қарапайым заттардан жасалады. Егер видео ұнаған болса, қазақша контенттің дамуына әрбіріңіз үлесіңізді қосып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.